Ассаламу алейкум. Бұл видеода сіздермен Jack F4 прямо строчка машинканың қыр-сырымен танысатын боламыз. Бұл жай ғана түзу тігісті, яғни тек қана бір тігіс жүргізетін машинканың бірі. Жалпы машинканы сатып алмастан бұрын қандай нәрселерді істеу керек екенін, майды қай жерге құю керек екенін барлығын түсіндіретін боламын. Ал келесі видеоларда сіздермен осы F4-ға арналған лапкаларға разбор жасаймыз. Сол үшін каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сонымен, міне біз машинкамызды сатып алдық, үйге алып келдік, әдемілеп құрастырып қойдық. Енді не істеуіміз керек? Сонымен, ең бірінші бізге машинкамыздың осындай поддонына, машинкамыз біздің осылай көтеріледі. Дәл мына екі белгіні көріп тұрсыз, үстіңгі белгіге дейін біз майымызды құямыз. Ол май бізде наборда жүреді. Май құятын келесі бөліктеріміз, бұл мына екі резиновыйдың астына құятын боламыз. Бұл жерде міне жібіміз көрініп тұр. Осы жібіміздің барлығы майланған болу керек. Мына жерге 8-10 каплядан құятын болсаңыз, келесі тесігімізге 3-4 капля құйсаңыз, соның өзі жеткілікті болып тұр. Мына жерде біз машинкамыздың натяжителіне кететін майды регулировка жасаймыз, ал мынау бізде игольный пластинаға кететін бөлігіміз. Майлаумен біз жұмысымыз осымен бітті. Енді машинкамызды қосамыз, ең бірінші тоққа жалғаймыз, одан кейін дәл осы кнопкамызды басамыз. Мінекей біздің машинкамыз қосылды, енді бізге шпулькамызға жіп жинау керек болады. Шпулькамыз біздің осындай, челногымыздың ішінде тұрады, ішінен алып шығамыз. Машинкада бізде осындай екі катушка держатель, яғни жіптерді қоятын дискіміз болады. Осы дискке бір жібімізді өткіземіз. Одан кейін дәл осы направитель арқылы жүргізіп өтеміз. Направительден өткеннен кейін мынау бізде жаңағы шпулькамызға жіп жинау үшін натяжительға орналастырамыз. Бір тесіктен өткіздік. Мына екі дисктің ортасына жеткіземіз. Екінші тесігінен өткіземіз. Шпулькамызды осы жерге қоямыз. Қойғаннан кейін сағат тілімен осылай бірнеше рет айналдырып шығамыз. Айналдырғаннан кейін мына рычагымызды басамыз. Шпулькаға жіп жинамастан бұрын біздің осы челногымыз шығып тұру керек. Одан кейін лапкамыз жоғары қарай шығып тұру керек. Бұл лапкамыз көтереміз. Егерде инемізде жіп болатын болса, жіпті суырып алып тастаймыз. Енді педальға басу көмегімен біз өзіміздің шпулькамызға қажетті көлемді жинаймыз. Мінекей шпулькаға жіп жинап жатқан кезде инеміз біздің дәл осылай, лапкамыз көтерілді, осылай қозғалу керек. Машинкаға максимально қауіпсіз жағдай осы. Мінекей шпулькамызға жинадық. Бұл жерде қайшы алып отырмау үшін мына жерде арнайы пышақ бар. Осы пышаққа оңға тартсаңыз, сіздің жібіңіз оңай шешіледі. Жібімізді толтырып болғаннан кейін челногымызға дұрыс орнатуымыз керек. Мінекей қараңыз. Жібіміз бізден сағат тілімен тұрады. Ортасына орналастырамыз. Мына жол арқылы жүргізіп, тесігінен шығарамыз. Енді осы шпулькамызды орнату үшін мына тілшені, язычокты тартамыз, және де дәл осылай машинкамыздың астына орнатамыз. Сонымен мына 3 деталь бізде шпулькаға жіп жинауға арналған детальдар. Енді үстіңгі жіпке заправка жасайтын боламыз. Ол үшін дәл осы дискта орналасқан жіптің бірін жаңағы направитель арқылы өткіземіз. Және келесідей етіп жібімізді өткіземіз. Мына жақтағы тесіктен бір, және де келесі тесігімізден бір өткіземіз. Мінекей. Енді бізге жібімізді мына тесіктен төмен қарай біреу, астыға қарай мына дискімізден өткіземіз. Төмен қарай осы ілгектен өтеді, және де осы
направительге ілеміз. Енді біздің машинкамыздың осы жіпті тартып отырады. Міне маховой колесоны байқасаңыз, ол жылжып отырады, жіпті тартуға жәрдемдеседі, және де келесі бөліктеріне қарай өткіземіз. Мінекей біз машинкамыздың инесіне бірақ жеттік. Дәл осы промышленный машинкалардың инелер жайында айтатын болсақ, бұл жерде бір-екі ерекшелік бар. Егерде сіз промышленный емес, бытовой машинкамен тігіп үйренген болсаңыз, онда бытовой машинелерде ине бері қарап тұратынын білесіз, ал бұл машинелерде олай емес. Мына біздің инеміздің бір кіріңкі, мысалы, ойыңқы жағы болады, және де келесі жағы тегіс болады. Сол тегіс жағымыз бізде оңға қарап тұру керек, және де түп түзу тұру керек. Егерде сәл кішкене ғана погрешность, қателік болатын болса, онда сіздің машинкаңыз тікпейтін болады. Мінекей инемізді бекіттік. Мына кішкентай ғана тесіктен өткіземіз. Өткізгеннен кейін біздің инемізге сіздерге кішкентай лайфхак. Мына жақта жіпті өткізер кезде, қиятын кезде обычно біз былай қиямыз ғой. Бұл жерде кішкене бұрыштан қиясыз. Сол кезде міне жібіңіздің ұшы үшкір болады, және де машинкаға өте жеңіл кіргізетін болады. Міне инемізден жеңіл өтті. Маховое колесо дейді. Сол маховое колесомыз төмен түсіреміз. Астыңғы жіпті алып шығарамыз. Мінекей біздің астыңғы жібіміз. Екі жіпті тартып, лапканың ортасына орнатамыз. Тігісті бастамастан бұрын бізде мына жерде мына бұрандамыз тігісіміздің ширинасына әсер етеді. Бұл бізде 0-ден 5-ке дейін жүреді. Обычно 3 немесе 2,5-да тұрады. Маған ыңғайлысы осы. Мына кнопканың көмегімен сіз машинканың жылдамдығын көбейте аласыз. Бұл менде 0-ден 50-ге дейін жүреді. Менде осы 10, 11, 12-нің аралығында тұрады. Мінекей біз енді тігіс жүргізуге полностью дайынбыз. Бұл жерде бізге лапкамызды төмен түсіру керек. Арт жақтан көрсеттім қай жерден түсіретін. Сондай-ақ осындай промышленный машинкаларда лапканы осы педальдің көмегімен санымызбен ашуға болады, аяқтың көмегімен, ал мына педаліміз бізде мотор үшін жауап береді. Бисмиллах деп тігісімізді жүргіземіз. Бірінші закрепкадан бастаймыз. Мінекей біз закрепка жасадық. Тігісімізді жүргіздік, тағы да бір рет закрепка жасаймыз. Закрепканы осы тұтқаның көмегімен жасаймыз. Бұл бізде тігісіміздің басы мен соңын бекітуге арналған. Мінекей тігісіміз аяқталды. Біздің промышленный машинкаларда ине всегда ішінде қалады. Осы инемізді шығару үшін біз жаңағы аяқпен басқан педалімізді астыға қарай басамыз. Осылай шығаруға болады. Немесе мінекей тігісті тағы да жүргіздім, тағы да ішінде қалды. Мына кнопкамызды бассаңыз, мінекей инеңіз шықты, тағы да бассаңыз, инеңіз қайтадан кіреді, және де басып тұрған болсаңыз, педальсіз тігіс жүргізуге болады. Мына бұранданың көмегімен біз натяжение неде, яғни жіптің тартылыс күшін азайтамыз, немесе көбейтеміз. Ал мына кнопканың көмегімен біз осы машинкамыздың подсветкасын өшіреміз, орташа немесе қатысына қойып қоюымызға болады. Лапканың матаға түсіру күшін осы бұранданың көмегімен өзгертуге болады. Яғни осыны оң жаққа бұрасаңыз, сіздің лапкаңыз қаттырақ басатын болады. Егер сол жаққа бұрайтын болсаңыз, кішкене жеңілірек басатын болады. Ал машинамыздың поддонындағы майдың жағдайын осы тесік арқылы білуге болады. Машина тігіс жүргізген кезде осы жерге май шашырап тұрады. Уақытпен ол майыңыз қараяды, кірленеді. Сол кезде сізді қай кезде ауыстыру керектігін, немесе машинкаға май жетпей жатқанын осы арқылы біліп отырсаңыз болады. Сонымен JKF4 машинкасына обзорымыз бітті. Егер видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз. Егер айтылмай кеткен сырлар болса,